Сәлем достар, менің жаңа видеом дайын күттіңіздер ғой. Егер алдағы уақытта да көп видео көргіңіз келсе, видеоға лайк басып, пікір қалдырыңыздар, жарай ма? Сіздердің қолдауларыңыз ең үлкен мотивация. Менің атым Ли Шуан, мен журналистпін. Бірнеше күн бұрын бастығым маған құпия тапсырма берді. Көлеңкелі қара индустрия туралы жасырын репортаж жасау. Егер материал жеткілікті сенсациялық болса, мені топ жетекшісі қызметіне көтеретінін уәде еттім. Ұзақ ойландым да ақыры тәуекелге бел будым. Ұшақ билетін сатып алып, алғашқы дереккөзді өз көзімен көру үшін бұл жайлы құрбым Дзяни білгенде, ол бірден менімен бірге баруды талап етті. Ол Мьянманың солтүстігінде ықпалды туысы барын айтты. Уайымдама, барған соң, сол адам бізді қорғайды, деп қайта сендірді. Мен қарсы болмадым. Бейтаныс жерге жалғыз барудан гөрі жанымда сенетін адам болған дұрыс деп ойладым. Оның үстіне Дзяни өзіме тым сенімді көрінді. Ұшақтан түскен соң Дзяни бірден туысына қоңырау шалып, менің журналист екенімді, сұхбат алу үшін келгенімді дауыстап айтты. Ол туысы өз компаниясын жарнамалайды деп ойлаған сияқты. Мен қорқыныштан дірілдеп кеттім. Бұл құпия тергеу еді, ал Дзяни мені ашық әшкерелеп қойды. Егер жаман адамдарға тап болсақ, жағдайымыз өте қауіпті болатынын түсіндім. Бірақ Дзяни бұған мән бермеді. Күлімсіреп, бұл туысқандар ғой, бізге қалай зиян келтіреді дейсің? Бізді қарсы алуға келген адамдарды көргенде мен сәл тынышталдым. Оның аты Вэй Мин екен. Өзі білімді көрінді, сыпайы, сөзге шешен, өте ашық адам сияқты әсер қалдырды. Ол бізді көлікке мінгізіп, жол бойы Мьянманың жергілікті салт-дәстүрлері туралы әңгімеледі. Бірақ уақыт өте келе көлік орманның ішіне тереңдей бастағанда ішіме біртүрлі үрей кірді. Көлік тоқтаған сәтте орман арасынан бірнеше ірі денелі қара тор ер адамдар шыққанда ғана Вэй Миннің бізді алдағанын түсіндім. Олар бізді еш ойланбастан байлап тастады. Мен есеңгіреп қалдым. Құлағымда олардың балағат сөздері мен Дзянидің жылаған дауыстары қатар естілді. Бір сәт бұрын күліп тұрған Вэй Мин кенет Дзянидің бетінен қатты ұрып жіберді. Арсыз, полицияны мұнда келуге қалай батылың барды? Дзяни көз жасына ерік беріп, менің полиция емес, тек журналист екенімді айтып жалынды. Сол сәтте артында тұрған адам Вэй Минге: "Мыналарды дәрігерге жібереміз бе?" Дәрігер деген сөзді естігенде жаман ойлар бірден ойыма келді. Бұл жердегі дәрігер мүлде басқа мағына беретінін сездім. Вэй Мин суық күлді. "Екеуі де көрікті екен, өлтіруге обал, алдымен пайдасын көрейік." Бұл сөздерді естігенде үмітім үзілді. Бізді байлаулы күйде көліктерге отырғызып, Мьянманың солтүстігінің ішкері жағына алып кетті. Алдымен айналада тек джунгли ғана болды, бірақ бірте-бірте заманауи ғимараттар көріне бастады. Мұнда солтүстік Мьянманың қара индустриясының нағыз ортасы орналасқанын түсіндім. Жол бойы Дзяни менің полиция емес екенімді айтып, жалынумен болды. Ал менің аяқтарым қалтырап, жаным үмітсіздікке батты. Мені көліктен сүйреп шығарып, қирап тұрған бір үйге кіргізді. Үйдің ішіне енген сәтте көз алдымдағы көрініс жан түршігерлік еді. Итке арналғандай темір торлар тұр. Ішінде кір қоқыс, нәжіске толы. Бұл торлардың ішінде жас әйелдерді қамап қойған. Кейбірі торға жабысып жалбарынып жатты, ал кейбірі жансыз қуыршақтай бұрышта отырды. Вэй Мин бізді сол торлардың ортасымен алып өтті. Әйелдер тордан қолдарын созып Вэй Минге жетуге тырысты. Ол ашуланып кішкентай ағаш таяқпен оларды ұрып жіберді. Сол кезде қолында бөшкелер мен түсініксіз құрылғылары бар бір ер адам кіріп келді. "Бастық, уақыт келді." Темір торлардың ішінен шыққан ыңырсыған дауыстар жүректі қарып өтті. Ұзақ азаптан кейбір әйелдер есінен айырылған анық еді. Біз Дзяни екеуміз тізерлеп құлап, ақшамыз бар екенін, қанша керек болса да беретінімізді айттық. Тек бізді бұлай қорламауын өтіндік. "Полицей ханым, сен мен үшін ақша маңызды деп ойлайсың ба? Сіз бұл әйелдерді ұрлап отырсыз, олардың отбасылары туралы ойладыңыз ба?" "Отбасы мәселе емес, көп ұзамай өзің түсінесің." Ол бізді басқа бөлмеге апарды. Мұнда да жас әйелдер бар, бірақ олардың салыстырмалы түрде таза киінген. Торда емес, бірақ бәрінің аяғында кісен бар. Беттерінен жансыздық байқалады, рухы әлдеқашан сынған. Сол сәтте бір ер адам шелекпен кіріп, оның ішінде жабысқақ жиіркенішті тағам болды. Вэй Мин бізге екі төсекке ұқсас жерді көрсетіп, "Бүгіннен бастап сендер осы жерде жатасыңдар. Мен мұнда қалғым келмейді, мен кетемін."
Ол Вейменді итеріп есікке қарай жүгірді, бірақ Веймен бұған үйренгендей адамдарын шақырды. Олар Дзянийді ұстап алып, кішкентай бөлмеге сүйреп апарды. Есіктің ар жағынан оның жалынған, азаптан шыққан дауысы естілді. Сол сәтте мен түсіндім. Веймен біреуін жазалап, өзгелерді қорқыту үшін әдейі осылай істеп отыр еді. Бөлмедегі әйелдер қорыққаннан бастарын төмен сүріп, қолдарындағысын үнсіз жей бастады. Мен Дзянийге көмектескім келді, бірақ Веймен шашымнан қатты тартып, артқа итеріп жіберді. Аздап күте тұр, сағанда тамақ келеді. Бірнеше күннен кейін маңызды біреуді қабылдайсың. Полицей. Веймен мені тағы да полицей деп атағанын естігенде, бөлмедегі 10 шақты қыздың көзқарасы бір сәтте жылтырап кетті. Мен олардың қолындағы тамақты амалсыз ашкөздікпен жеп жатқанын көрдім. Ал менің ішім астан-кестен болды. Бұл тамақта бір сұмдық барын ішім сезді. Веймен кеткен соң Дзянийді де сүйреп қайта келді. Ол есеңгіреп қалған еді, ауыр соқ қалғаны анық. Денесінде сау жері жоқтың қасы. Мен Дзянийге су құйып бермек болдым. Сол сәтте бір қыз қолымнан ұстап қалды да сыбырлап айтты. Бұл суға бірдеңе қосылған, тек суға емес, бізге берілген тамаққа да қосылған. Мұны естігенде денем дір ете қалды. Мен бұл заттың не екенін білмейтінмін. Ол әйелдердің ағзасын белгілі бір күйге түсіретін препарат екен. Әлгі қыз мұнда түскен қыздардың күн сайын тек өнім өндірумен айналысатынын айтты. Ол өнімдер сыртта өте қымбат сатылады. Элитикалық косметика жасауға және бай адамдардың қажетіне пайдаланылады. Мен бұл индустрия жайлы бұрында естігенмін, бірақ мұны тірі адамның аузынан есту бойымды мұздатты. Содан кейін Веймен берген еш нәрсені бір жұтым суды да ішіп жеуге батылым бармады. Ал Дзяний шыдай алмады. Ол қатты соққыдан өлім аузында еді. Қайта су сұрады. Қыздарды бізге олардың әртүрлі жерден ұрлап немесе алдап әкелетінін айтты. Мұндай орындар мұнда бірнешеу екен. Әдемірек қыздарды бірден басқа жаққа жібереді, ал құндылығы кеткен соң осында келіп өндіріс үшін пайдаланады. Дәл сол сәтте бөлмеге Вейменнің адамдар кіріп, түрі жеркенішті бір кәрі еркекті ертіп келді. Бұл Веймен айтқан маңызды адам болса керек. Веймен әйелдерді қатарға тұрғыз, кәрі еркек таңдап шығу үшін. Әйелдер қорқыныштан қалтырап тұрды. Кәрі еркек ұзақ қарап тұрды да, ақыры көзін маған тоқтата, басын изеп белгі берді. Веймен бір түрлі түсініксіз тілде оған бірдеңе айтты. Кәрі еркек ренжігендей түр танытып, ердің қисайтып бөлмеден шығып кетті. Ол кеткен соң Веймен ашуланып қасындағыларға: тезірек дәрі беріңдер, бірнеше күннен кейін жоғары жаққа жіберу керек. Мен терлеп отырып жалынып сұрадым: өтінемін, маған ол дәріні бермеңіз, не айтсаңыз да істеймін. Веймен суық жымиып: амал жоқ, Панге сені ұнатып қалды, жақсы жүрсең бәрі болады. Мен қорқып шегіне бастадым. Сол сәтте қатты соққы тиді, басым зеңгіреп кетті. ішпесең жазасы бар. Мен қарсыласқаным үшін мені су түрмесіне лақтырды. Су кеудеме дейін келді. Лай, сасық, бетінде мата қиындылары қалқып жүрді. Бұлардың пираньялар кемірген адам қалдығы болуы мүмкін деген ой денемді мұздатты. Менен басқа тағы 2 әйел болды. Дыбыс шығармайды. Тірі ме, өлі ме білмеймін. Мені лақтырған адамның аяғын ұстап, жылап жалындым. Өтінемін, мен мұнда қалдырмаңыз. Не десеңіз де істеймін. Ол бетімнен қағып: тыныш бол, әйтпесе сазайыңды тартасың. Кенет артымнан су шалп ете қалды. Бір әйел аузыма тірі пираньяны тістеп алып, қан мен балық шегіне қарамай жей бастады. Ол толықтай есінен адасқан еді. Бұл кезде мені таңдаған әлі кәрі еркек келді. Артында Веймен. Мені көргенде Вейменнің түрі өзгеріп, көмекшісін ұрып жіберіп, мені судан дереу шығаруды бұйырды. Ол мені аяғаннан емес, лас судан ауру жұқтырып, бастықты ашуландырып алам ба деп қорықты. Мені суырып алып, мұздай су құйып, дәмі жаман бір стакан су ішкізді. Мен қарсыластым, бірақ тағы соққы жедім. Сол түні денем қатты әсер етті. Аузым құрғап, әлсіреп қалдым. Денем ауырып, жанымды қоймады. Дзянийдің жағдайы менен де жаман. Сол түні мені бұрын ескерткен қыз құтқарып қалды. Оның аты Сяожан. Ол бұл жерге менен 1 ай бұрын түскен екен. Ол маған су беріп, денемді сүртіп, ауырсынуды азайтты. Таң атағана жағдайым сәл түзеле бастады. Денем терге шомылып, жаңа ғана судан шыққандай еді. Сяожан тамаға келді, бірақ мен бас тарттым. Мұндай өмірден гөрі өлім артық сияқты көрінді. Ол мені жұбатып: тірі болсаң үміт бар, бұдан да жаман бөлме бар, оған түспегенімізге шүкір дейік. Ол бөлме туралы айтқанда Сяожанның түрі сұрланып кетті. Осы сәтте Дзяний жүгіріп келіп, мені қатты құшақтап өксіп жылап бастады. Өзімнің жағдайым өте нашар болса да, бар күшімді салып, оны тыныштандыруға тырыстым. Көп ұзамай есік ашылып, бөлмеге бірнеше ер адам баса көктеп кіріп, ішіндегі әйелдерге айқайлай бастады: тұрыңдар, тазалау уақыты келді.
Бұл бөлмеде өндірілген өнімдер жоғары жаққа жіберіледі. Бұлар нарықта өте тапшы. Бірінші сұрыпты заттар. Ер адамдар бәрін әмірлеп жүріп жинады. Әрі соны пайдаланып әйелдерге қол тегізіп те үлгерді. Бір ер адам менің денемді тексеруге келді. Қарсыласқым келді, бірақ денем әлсіз еді. Қолымды да көтере алмадым. Дәрі жақсы әсер етіп жатыр екен. Ваймен көзін менің денемен айырмай қарап тұрды да, қолын сілтеп, көмекшілеріне мені алып кетуді бұйырды. Мұны тазалап, үлкен бастыққа апарыңдар. Мені сүйреп алып, дәл есікке таяп қалғанда, Сяо Жан кенет алға ұмтылды. Маған жаңа ғана қамқор болып жүрген адамның кенеттен осылай істегенін түсіне алмадым. Оның өткір тырнақтары мойнымды иілген қан ізін қалдырды. Веймен ашуға булығып, Сяожанды теуіп жіберді. Ол жерге құлап түсті. Бірнеше адам жабылып оны ұра бастады. Оның арық денесі бүрісіп қалды. Сол жерде жан тапсыру мүмкін еді. Ал ол маған көмектескен болатын. Мен бұған қарап тұра алмадым. Веймен, үлкен бастықпен кездесуге кешікпейік деп ескерттім. Веймен қолын бір сілтеп, мені бірнеше көмекшісімен бірге алып шықты. Сяо Жанның тырнаған сәттегі оның соңғы айтқан сөздері мені есеңгіретіп жіберді. Дзяниден сақ бол. Ол сенің солтүстік Мьянмаға баруыңа тым қатты асықтырды. Ол басқадан болуы мүмкін. Мені қонақ үйге алып келді. Веймен ішке кірмек болды, бірақ есіктің алдында тоқталды. Ол қатты наразы болды, бірақ қарсыласуға батылы жетпеді. Тек маған ызаланып, айтқаным істе. Мен қиын жағдайға қалдырма. Оның осылайша қорқып тұрғанын көріп, ішімде сұрақ туды. Бұл үлкен бастық кім? Неге Веймен одан сонша қорқады? Өкінішке қарай мен оны көрмедім. Ұзын бойлы арық ер адам мені шағын бөлмеге алып кірді. Мойнымыздағы жараға қарап, қабағын сәл түйді. Денемнің жағдайы өнім сапасына әсер етпейтінін түсіндірдім. Ол үндемей дәрігерлер мен мейірбикелерді шақырып тексеруден өткізді. Сосын арнайы жабдықталған бөлмеге апарып, өндіріс процесі басталды. Ақ түсті өнімдер әйнек ыдысты тез толтырды да, әлі жылы күйінде көрші бөлмедегі үлкен бастыққа жеткізілді. Бәрі аяқталғаннан соң үнсіз киініп алдым. Сол ер адам мені сыртқа шығарып салды. Ұзын дәлізде алдарымыздан алабажақ жейде киген біреу шықты. Мұндай сұлу әйелді бұрын көрмеппін, деп арсыз жымиып бетімнен шымшып алды. Жүрегім айныды, бірақ қарсыласа алмады. Ауей оның қолын қағып тастап, бастық көз тіккен әйелге қол тигізуге батылың жетті ме? Ол өңі өзгеріп үндемей кетіп қалды. Мен Ауейге алғысымды сыбырмен айттым. Ол мойындағы жараға қарап, қалай жараланғанымды сұрады. Мен Сяожан тырнағанын айттым. Байқауымша ол Сяожанға ерекше қызығушылық танытып көп сұрақ қойды, бірақ оның ниетін білмегендіктен мен көп нәрсені жалтарма жауаппен шектелдім. Сяожанға кесірі тимесін дедім. Кейін бізді Дзяни екеумізді басқа бөлмеге қамады. Сяожанды көрмедік, жағдайын да білмейміз. Дзянидің халі әлі де өте нашар еді. Үнемі жүйкесі сыр беріп тұрды. Ол менен, осы жерден қашып шығуды қалайсың ба деп сұрады. Бұл сұрақтың өзі артық еді. Әрине қашқым келеді, бірақ мұнда күзет тым қатал. Дзяни құлағыма сыбырлап, арамызда жасырын полицей бар деді. Мен таң қалдым. Демек мұнда расымен полиция бар екен. Вейменнің үнемі полиция жайлы айтатыны содан екен. Ол маған ашық айтқан еді, егер жасырын полицейді тауып берсек, бізді босатады. Мен оған сенбей қарадым да, бір сәтте Дзяниді мүлде танымай қалғандай болдым. Мен білетін Дзяни батыл, әділдікті қорғайтын, мейірімді адам еді. Ал мынау мүлде басқа. Тіпті жасырын полицейді білсек те, оны сатуға болмайды. Мен енді шыдай алмаймын, өліп бара жатырмын, деп Дзяни шашын ұстап, жұлқынып есінен адасқандай болды. Мен оны құшақтап жұбаттым. Шыда, біреу бізді құтқарар. Қайдан білесің біреу келетінін? Саған кім айтты? Сен жасырын полицейді білесің бе? Осы қарғыс атқан жерден кеткің келмей ме? Деп сұрақтың астына алды. Мен басымды шайқап, оны артық ойламауға шақырдым, бірақ ол барлық әйелдерді бір-бірлеп ой елегінен өткізіп, ақыры бәрін асы біліп қойып азаптаса да тыңшы табылады деді. Оның сол сәттегі көз қарасы Вейменнен айнымай қалды. 5 күннен кейін ғана мен қайтадан Сяожанмен оңаша сөйлесе алдым. Ұйықтар алдында көптен бері мазалап жүрген сұрағымды қойдым. Неге мен Дзяниден сақ болуым керек дедім. Сяожан жауап берудің орнына үлкен бастықпен соңғы кездесуімді сұрады. Әңгіме арасында Ауей туралы айттық. Ол сәл үнсіз қалып, саусағымен алақаныма бірнеше сөз жазды. Оған сенуге болады. Бұл сөзді естіген сәтте ойымда бір нәрсе жылт етіп, үміт сәулесі оянғандай болды. Кейбір жайттар енді ғана түсінікті бола бастағандай, бірақ сонымен қатар әлі де жұмбақ күйінде қалды. Келесі күні өнімді тапсыру кезінде өнімділігі төмендеді деген сылтаумен тағы бір әйелді сүйреп әкетті. Көп ұзамай сырттан оның жан түршігерлік айқайы естілді. Ол айқай түске дейін тоқтамады. Сол күннен кейін мен ол әйелді енді ешқашан көрген жоқпын. Мұндай жағдайлар мұнда күнде дерлік қайталанады.
Бірде Веймен бәрін қорқыту үшін бірнеше еңгезердей еркекке қарсы шыққандарды тәрбиелеуді бұйырған. Кейбір қыздарды сүйреп шығарғанда жер бетінде ұзын-ұзын қанды іздер қалды. Дзяни енді болмашы нәрсеге жыламайтын болды. Барлық қыздардан күдіктеніп Вейменге айтып отырды. Оның ойынша әр адам тыңшы. Оның кесірінен бірнеше қыз жазықсыз жапа шекті. Көп ұзамай үлкен бастықпен кезекті кездесу күні де келді. Жолға шығар алдында Дзяни кенет кіріп келіп, Сяожанды нұсқап тұрып айғай салды. Ол тыңшы, тез ұстап алыңдар. Сөзі аяқтала салысымен бірнеше адам Сяожанды жерге соғып салды. Вейменнің жүзі суық әрі қатал еді. Бұл ұзақ уақыт бойы жасырынған тыңшы жан-тәнімен жек көрінетіні анық болатын. Терең тыныстап Дзяниден сұрадым. Дәлелің бар ма? Дзяни суық мысқылмен күлді. Сендер екеуің жиі оңаша боласыңдар ғой. Араларында еш құпия жоқ деп айта аласың ба? Егер қателеспесем, сен оған бермек болған мәлімет бар. Ол кенет тоқтап маған сенбей қарады. Мүмкін емес. Ол мені сырттай да іштей де тінтіп шықты, бірақ ештеңе таппады. Мен оған үнсіз салқын көзқараспен қарадым. Вейменнің де қабағы түйіліп тұрды. Оның ашулы көзі бәрімізді шолып өтті. Мен сөз бастадым. Вейменге қарап, егер Дзяни арамызда тыңшы бар деп күдіктенсе, бәрімізді түгел тексерсін дедім. Веймен басын изеді. Сол сәтте ер адамдар бөлмедегі әйелдердің қабырғаға қарай итеріп тексере бастады. Көп ұзамай Вейменнің алдына қолдан салынған карта әкелінді. Бір көмекші саусағымен көрсеткенде ол тура Дзяниді нұсқады. Дзяни сасып қалды. Мұндай жағдайда ол мүлде күтпеген еді. Ол терлеп отырып Вейменнің аяғын құшақтап, Веймен аға, сен менің саған опасыздық жасамайтынды білесің ғой. Сен айттың, мен адамдарды алдап әкелдім. Сен тыңшыны тап дедің, мен шын ниетіммен іздедім деп жалбарына бастады. Бірақ Веймен оған сенгелі тұрған жоқ еді. Дзяни үмітсіз күйде жерге құлап, жан-жағына абыржып қарады. Ол дәлелдердің қалайша өзінен табылғанын түсіне алмады. Кенет орнынан атып тұрып, шашымнан жұлып алып айқайлады. Бұл сен, Лишуан, мен сені құрбым деп ойладым, ал сен маған осылай істедің. Мен оның қолын қағып жіберіп, бетіне шапалақпен жауап бердім. Құрбым деп мені алдап осында келдің. Ондай құрбылықтан садаға кет. Мен Вейменге картаның жазбаларын нақтылап тексеруді ұсындым. Жазықсыз адам кінәлап қоймас үшін. Салыстыру нәтижесі бәрі Дзянидің жазбаларымен дәл келді. Енді ол қарсы уәж айта алмады. Дзяниді сыртқа сүйреп әкетті. Алдымен жалынды, кейін боқтай бастады. Мені де, Сяожанды, тіпті Вейменді де. Бір кездері біз өте жақын едік. Осы жерге келген соң ғана түсіндім. Мен оның олжаларының бірі ғана екенмін. Ол өзі менімен бірге баруды ұсынған сәттен бастап, шын бейнесін әшкерелегенге дейін мен күмәндануым керек еді. Бірақ мен оған тым қатты сеніппін. Ол мені өлтіре жаздады, ақырында өзін құртып тынды. Бұл жолы да мен үлкен бастықты көрмедім. Оның қаншалық сақ екені осыдан ақ байқалады. Бұрынғыдай Веймен есік алдында қалды, ал Ауи мені ішке апарып, кейін қайта шығарып салды. Шығарда Ауи маған астарлап, көрмеу керекке қарама, айтуға болмайтынды айтпа. Сосын Вейменге бастық мені өніміме өте риза екенін, осы кезеңде денсаулығыма еш зиян келмеуі керектігін ескертті. Веймен қатты қуанды да маған жақсы жеке бөлме берді. Соңғы кездері тәртібі жақсы болған үшін Сяожанды да менің қасымдағы жеке бөлмеге орналастырды. Бәлкім Вейменнің бұйрығымен болар, соңғы уақытта ешкім маған тиіспейтін болды. Өмір біршама тыныш көрінді. Бірақ мен бұл тыныштықтың жалған екенін білдім. Алда әлдеқайда күшті дауыл келе жатқанын сездім. Уақытты есептесем, үлкен бастықпен келесі кездесуде жақындап қалды. Қорқыныш пен қобалжу қатар жүрсе де, ішімде бір белгісіз толқу бар еді. Таң ата бәрі ұйықтап жатқанда сырттан кенет мылтықтың дауысы шықты. Дәлізде асығыс аяқ дыбыстары естілді. Алыстан Вейменнің айқайы жетті. Келді! Жүрегім кеудемнен шығып кетердей соқты. Ауидің көрме дегені есіме түсті, бірақ шыдай алмадым. Есікті сәл аштым. Не болып жатқанын көріп үлгермей жатып, алып дене маған қарай ұмтылып, жерге қағып түсірді. Басымды көтергенімде қып-қызыл қанға боялған көздерімен бетпе-бет келдім. Менің үстімнен төніп тұрды. Қолында қаруы бар. Бір кезде оның артынан соққы берді. Оның артында тұрған Сяожан екен. Сяожанның жүзі қанға боялған еді. Сырттан мылтықтың дауыстары барған сайын жақындай түсті. Ол үнсіз ғана мені тұрғызып жүгіре жөнелдік. Көп ұзамай біз дәліздің соңына да жеттік. Кенет Вейменді көрдік. Веймен қанға малынған еді. Көрінісі өте қорқынышты. Ол қолындағы жарасын жалап, сәл жымиып, Дзяни дұрыс айтқан екен, сен шынымен де жасырын полиция екенсің. Өте жақсы жасырыныпсың. Қызық, сендер ақпаратты қалай беріп жүрсіңдер? Негізі ол кезде Дзяни қателеспеген.
Менде расымен ақпарат болған, бірақ ол киімде емес, денемнің ішінде жасырылған еді. Кейін дәретханаға баруға мүмкіндік туған кезде мен ақпаратты сол жерге тығып қойдым, ал кейін Ауи оны алып кетті. Ал мойнымдағы Сяожан қалдырған тырнақ іздері төңкерілген С әріпі тәрізді болатын. Бұл олардың құпия белгісі, сенуге болады дегенді білдіреді. Бірақ мұның бәрін Вейменге айтып отыратын ойымда жоқ. Сяожан суық жүзбен болат құбырды серует алға ұмтылды. Ол жылдам қозғалды, бірақ Веймен одан да жылдам еді. Екеуі арпалысып кетті. Мен оларды айналып өтіп, баспалдақпен төмен қарай жүгірдім. Сяожан өзі айтқан, Вейменмен тең емес, бірақ маған полицияға оның орналасқан жерін хабарлауға уақыт ұтып беруге шамасы жетеді. Артымнан оқ дауыстары мен Сяожанның айқайы естіліп тұрды. Төмен қарай жүгіре бердім. Іште тек бір ғана тілек тілеп келемін, олар мені күтіп тұрса екен. Есікке жақындай бергенде аяғым тайып кетіп, бар денемен құлай жаздадым. Сол сәтте біреудің үлкен қолы білегімнен ұстап қалды. Бұл Ауи еді. Мен Вейменнің жоғарыда екенін айттым. Ауи ымдап белгі берді де бірнеше полиция қызметкері жоғары қарай жүгіріп кетті. Одан кейін оқиғалары анық есімде сақтай алмадым. Көптеген әйел тұтқындар құтқарылды. Бірі жылады, бірі айқайлады. Қанша уақыт өткенін білмеймін, бірақ көп ұзамай Вейменнің мәйітін алып шықты. Ал артындағы зембілде Сяожан жатты. Ауи оны жедел жәрдем көлігіне дейін шығарып салып, қайтадан маған қарай бұрылды. Таныстырайын, менің атым Джан, Шикара полициясының қызметкерімін. Көмегіңіз үшін рахмет. Сіздің арқаңызда біз Вейменнің қылмыстық тобын толық жоя алдық. Ал Сяожан, ол да біздің полиция қызметкері, жасырын тапсырма орындап жүр. Қалған жәбірленушілер өз елдеріне қайтарылды. Мен бірден кетпей Сяожанды ауруханаға міндетті түрде көргім келетінін айттым. Аурухана төсегінде жатқан Сяожан әлсіз жымиып, менің атым Сен Инхуа, криминалдық полиция қызметкерімін деді. Менің атым Ли Шуан, мен журналистпін дедім. Танысқаныма өте қуаныштымын.